Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге осындай интеллектуалды ойынды көрсетемін. Бұл ойын, осындай интеллектуалды ойын қазақтың тұлғаларын тап деп аталады. Бұл жерде қазір мен сразу ашып көрсетейін. 10 тұлға бар, 10 адам бар. Осының кім екенін анықтау керек. Сондай ойын түрі презентациялық. Қазір көрсетемін, одан кейін әрі қарай қалай ауыстыруға болады, соны көрсетемін. Ішінде өзінің музыкасы бар, ашып көрсетейік. Осылай басталады. Ойынды бастау деген батырмаға басамыз. Сосын мына жерде фонында осындай зулумен шығады. Біз ұяшық таңдаймыз. Мына жердегі кез келген бір ұяшық таңдаймын. Мысалы 4 таңдадым. Осылай сурет шығады. Енді осы тұлғаны танисың ба дейді. Осы жерде оқушылар өздерінің варианттарын айтады. Дұрыс па қате ме тексеру үшін жауабы дегенге басамыз. И осылай кім екені шығады. Сосын басты деген басты бет деп ататын болсақ, мына жерге келеді. Таңдалған ұяшық жоғалып кетеді. Келесіне басам. Келесі. Осылай шығады суреті. Бұл тұлғаны танисыз ба? Оған жауап мысалы кім екенін айтады. Осылай барлығы бірдей 10 сурет қойылған. Барлығы бірдей болғанда анимациялары бірдей деген ғой. Ал суреттері әртүрлі. Міне осындай тұлғалардың суреті, мысалы 10-ды ашып көрсетейін. Ондағы звук осылай шығып тұрады өзі. Енді мынау қалай жауабы осылай. Басты беттерден. Бәрін ашудың қажеті жоқ, өйткені істейді. Қазір мен бұлай көрсетейін. Өте жеңіл шаблон, ешқандай қиындық туындамайды. Бұл шаблонды осы дайын түрінде қолдансаңыздар да болады. Енді өзгерту керек болса, бәрін өзгертуге болады. Мына жерде өшеді, міне тақырыбын жазсаңыздар болады өзгертіп. Сосын мына жердегі сұрақ, жауап, соларды өзгертуге болады. Суретті өзгерту керек болса, қазір оны да көрсетемін. Мысалы бір әншіні тап деген сияқты бір басқашалау ойын ойнатам десеңіз, әншілер, басқа бір суреттер қоям десеңіз, оны да істеуге болады. Ол үшін барлық слайдта міне осылай тұр ғой. Мысалы осы жерден маған бір рет бассаңыздар, мына рамка тұр ғой. Осыған бір рет басып, мына жерден задний план істейміз. Маған басамыз, и осылай сурет шығады. Сосын мына суреттің үстіне басып, изменить рисунок деп суретті ауыстыра береміз. Мына ноутбугыңыздағы сол ауыстыратын суретіңіз ноутбугыңызда болса, осы жерден таңдайсыз. Алдымен жүктеп аласыздар ғой. Сосын осы жерден таңдап қойып жібереміз. Мына жерге сурет ауысады. Сосын бұны задний план жасаймыз, болды. Істеп тұра береді. Бұл анимациясы өшпейді, міне сақталып қалады, өзінің анимациясымен шыға береді. Кез келген суретті қойған кезде просто өшіріп қоюға болмайды, тура жаңа мен өзгерткендей қою керек болады. И қалғандары уже ешқандай қиын емес. Осы шаблон керек болса, қызыққан болсаңыздар, маған жазыңыздар, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.